жас спортшылармен жұмыс істеуде басты қағидаларыңыз қандай? Енді жас спортшылармен жұмыс істегенде ең бірінші мен жаңағы күшіне жауапкершілік алуға көбіне үйретуге тырысам. Әл-Фараби бабамыз айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді ғой. Сондықтан біз денені тәрбиелеу оңай, бірақ сананы тәрбиелеу қиын ғой. Сондықтан әр спортшы жастайынан осы спортқа келгеннен бастап ең бірінші біз оларға күшті болуды емес, тек қана осы спорт жолында жаңағыдай қандай да бір жетістікке жетсе де, ұлық болса да кішік болуды үйретуге тырысам. Неғұрлым жаңағы күші көбірек болған сайын өзіне соғұрлым көбірек жауапкершілік алу керек. Жаңағыдай өз-өзін ұстау деген сияқты сондай дұрыс жолмен жүруді жаңағы үйретуге, сондай тәрбиені қағида ретінде ұстанамын. Спортшылар өзінің күшін тек спорттық мақсатта қолдану керек дейсіз. Әр спортшы өзінің жаңағы күшін спорттық мақсатта немесе жаңағындай енді есейген кезде болашақта бір әскери қызмет, жаңағындай елін қорғайтын, еліміздің тыныштығын қорғайтын қызметтерді жақсы жолдарда ғана пайдаланса деп, сондай өзім тілеймін әр спортшыға. Елге, қоғамға пайда тигізетін. Елге, елімізге, әйтеуір қоғамға пайдасы тисін деп.